Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге қуырылған вермишель және де жұмыртқадан дәмді сорпа дайындайтын боламыз. Бұл тағамды ет жоқ кезде жасасаңыздар болады, дәмді болып шығады. Ең алдымен тапамызды қыздырып, құрғақ тапамызда 180-190 грамм осындай вермишелімізді қуырып аламыз қызарғанша. Асты күйіп кетпес үшін осылай үздіксіз араластыра отырып, вермишельдерімізді қызарғанша пісіріп аламыз. Вермишель таңдаған кезде ең жұқасын алғандарыңыз дұрыс. Қызарғаннан кейін алып, қатты пісіп немесе күйіп кетпес үшін, кішкене біз суытып алуымыз үшін тарелкаға салып аламыз. Қуыру заттарын дайындап аламыз. Алдын ала бір бас пиязымызды осылай кубиктеп турап аламыз. 3 картошканы қалауыңызға қарай турасаңыздар болады. 2 сәбізімізді міндетті түрде теркадан өткіземіз. Қазанымызды қыздырып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене қуырылғаннан кейін 40 немесе 50 грамм мөлшерінде сары майымызды қосып, үстіне сәбізімізді қосып, жақсылап қуырамыз. Бір қызанағымызды майдалап, кубиктеп турап қосамыз. Сіздер томат пастасын қолдансаңыздар болады. Мен бір ас қасық паприка қолдандым, қызыл түс беру үшін. Жақсылап араластырып, 2,5-3 литр мөлшерінде суымызды құйып аламыз. Суымызды қайнатып алдық. Енді картошкаларымызды салып аламыз. Картошкаларымызды шамамен 20 минут мөлшерінде піскенше қайнатамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Картошкамыз піскеннен кейін вермишелімізді қосамыз. Қалауларыңызға қарай көк шөптің кез келген түрін пайдалансаңыздар болады, және де жұмыртқамызды сорпамыздың үстіне жарамыз. 5 минуттай қайнатамыз. Сорпамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.